Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сүзбелі қамырдан жасалатын рогаликтердің және роза пішінді печеньелардың рецептісін ұсынатын боламын. Печеньеларымыз өте жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасауға кеңес беремін. Бізге сүзбе қажет болады. Менікі қолдың сүзбесі. Сіздерде қолдың сүзбесі болмаса, дүкендегі кез келген сүзбені пайдалансаңыздар болады. Сүзбемнің үстіне бөлмеде тұрған сары майымызды қосып, жұмсақ сары майымызды қосып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Қантымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемдерін видеоның астына описанияда тастап кететін боламын. Сол рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің печеньеларыңыз міндетті түрде өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатынына сенімдімін. Ендігі кезекте електен өткен ұныма қопсытқышымды қосып, сүзбемнің үстіне сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Мінеки біздің қамырымыз осындай жұмсақ болу қажет. Осы қамырды 10 минутқа демалдырып аламын. Аса көп демалдырудың қажеті жоқ. Мінеки 10 минутта біздің қамырымыз демалды. Қамырымды теңде 2 бөлікке бөліп аламын. Бір жартысынан рогалик әзірлесем, бір жартысынан печенье әзірлейтін боламын. Рогаликке қалдырған қамырымды да ыңғайлы болу үшін 2-ге бөліп алдым. Енді оны себе отырып, қазір оқтаудың көмегіменен жұқартып жайып аламын. Қатты жұқартудың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта жайып алсаңыздар болады. Пышақтың көмегіменен немесе арнайы кескіштердің көмегіменен қамырымызды үшбұрыштылап кесіп алып орайтын боламыз. Ортасына кез келген салма салуға да болады. Егер де салмамен жасағыларыңыз келсе, жасауға болады. Мінеки біздің рогаликтеріміздің бәрін жасап болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Енді розаға қалдырған қамырымды да ыңғайлы болу үшін 2-ге бөліп домалақтап алдым. Оны себе отырып, орташа қалыңдықта қамыр жайып аламыздағы. Стаканның көмегімен немесе мен сияқты осындай домалақ кескіштің көмегіменен домалақтарды кесіп алып, видеодағыдай бірінің үстіне бірін қойып, мен 3 дөңгелектен жасадым. Енді осы дөңгелегімді қазір шиыршықтап аламыз. Дәл видеодағыдай нанның түйіскен жерін шымшып біріктіріп, дәл ортасынан пышақтың көмегімен кесеміз. Міне осындай розочкаларымыз шығады. Өте әдемі. Барлық қамырымызды осылай жасап аламыз. Міне тағы да бір көрсетіп өтейін. Қызып тұрған пешке салған кезде бұл қамырларымыз кішкене көлемі ұлғайып, гүлдеріміздің сәні келетін болады. Мінеки бәрін жасап алғаннан кейін бұл печеньеларымызды да 180 градустағы қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Шамаменен 20-25 минут уақытымызды алады. Мінеки біздің печеньеларымыз пісті, дайын, өте жұмсақ әрі дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сіздермен бірге болған арайлым.